бақшадағы алма ағаштар өседі. Мынау менің күнде жейтін жеміс жидектерім. Мынау спорт. Әйел уақытымен тамақтанады. Күн тәртібінде. Тапшы мысық неге пырылдайды деген. Оның ішінде неге пырылдайтынын істеген. Жүрек соғысын өлшеп қойды. Мынау менің тапшам, тыныс алу мүшелері. Мынау менің өкпем. Ол менің денем. Мынау менің асқазаным. Мына кітап қазақ мақал-мәтелдер туралы. Бұл жерде көптеген адам туралы, халық туралы, халық сүйген, халық сүйген, жанбас, суға батпас деген мақал-мәтелдер бар. Және де